түсінікті. Жалпы Назарбаев мектебі, басқа да осындай әдемі элиталық бізде керемет мектептер бар, білім жағынан енді бәсекеге өте қабілетті, жоғары деңгейдегі осындай мектептерге түсе алмай қалса, баласы, ең бірінші ата-ана, содан кейін бала көңілі түседі, осыдан кейін бір өмір бітіп қалғандай сезімде болады. Осындай жағдайда жалпы не айтар едіңіз осындай үлкен бір мектептің басшысы ретінде? Шынын айтсам, бұл өте күрделі сұрақ. Не үшін күрделі? Өйткені ата-ана үшін мен білемін, өзім 3 баланың әкесімін, бала тәрбиеледік, қызды тәрбиеледік. Ата-ана үшін баланың жетістігі бір ең үлкен бақыт. Сондықтан менің өзім Талдықорған қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасағанда, ол жерде оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары лауазымында жұмыс жасадым. Сонымен бірге қабылдау комиссиясында төрағасы болдым. Құжаттар. Өзім ұлым тапсырды сол мектепке, Талдықорған қаласында Назарбаев зияткерлік мектебіне. Қай жыл еді, есіңізге түсіріңіз? Иә, бұл болған жағдай 2019 жыл. Иә, 2019 жыл тапсырды ұлым. Енді дайындалдық, біз өзімде физика пәнінің мұғалімі болғанымен, мен математикадан физмат школаны бітіргесін, математикадан да дайындадым, қосымша оқу орталықтарына бердім баламды. Өкінішке орай балам өтпей қалды. Сол кезде әрине үйге келіп, балам маған айтты: папа, сонша дайындалдым, менің еңбегім сонда босқа кете ме деген сұрақтарды қойды. Әрине сол күні енді барлығымызға, сол нәтиже шыққан күні ауыр дейді барлығымызға. Енді анасы көп уайымдады. Дегенмен онымен өмір тоқтап қалмады. Балам сол басқа өзінің мектебінде оқуын жалғастырды. Қазіргі таңда университетте 3-ші курс студент. Сонымен бірге қосымша өзі немен айналысады? Репетиторствомен. Өзінің алған биология мамандығы бойынша мұғалім болам деп соны таңдады. Сондықтан бұл жерде айтарым ата-аналарға, енді әрине Назарбаев зияткерлік мектебіне түскені жақсы, бірақ бәрібір бұл оқудың нәтижесі бірінші бұл баланың өзінің еңбегі. Мен ойлаймын, әрбір бала ол өзінің болашағына өзі жауапты. Сондықтан бұл жерде әрине ата-аналар біз оны қолдауымыз керек, жағдай жасауымыз керек балаға, сол білімді, тиянақты білім алу үшін. Міне сол мектебінде сәтті бітіріп, өзінің қазір сыныптастарымен араласады, коммуникация, жұмсақ дағдылары да жақсы дамыды, академиялық дағдылары да жақсы дамыды. Сондықтан мен балам үшін да ол сонымен өмір тоқтап қалмады, түспегенімен. Дайындығы да, алған білімі де өзінде қалды. Әрине, алған білімі өзінде қалады ғой. Ол білімі, өзінікі ол білімді ешкім алып кете алмайды. Алған білімін өзінде қалады. Мысалы, адам егер бүкіл, мысалы, бизнесмендер нелер енді болып жатады ғой, бүкіл банкрот болады, не болады, байлығынан, материалдық байлығынан айырылуы мүмкін, бірақ білім ол өзінде мәңгі қалатын дүние.